Сәлем достар. Көріспегелі көп болды. Өйткені білмеймін, уақыт таппай қалдым ба әлде көңіл күйіме байланысты видео түсірмей кеттім. Дегенмен видео түсіруге деген іште ықылас, талпыныс толып тұр. Дәл қазіргі уақыт 22:27. Мен негізі қазір Қазақстан тарихынан ертең болатын рубежкаға дайындалуым керек. Бірақ өзімнің кішігірім ойымды сіздермен бөлісіп әңгіме айтқым келіп тұр. Соңғы кездері өзгеру үстіндемін. Қалай десем, менің әлеуметтік желімдегі рекомендация, яғни шығып жатқан видеолар, фотолардың мағынасы, тақырыбы өзгерді. Былайша айтқанда, көретін нәрселерім, дүниелерім өзгерді. Жақсы жаққа. Мен барынша сондай бір интеллектуалды дүниелер көріп бастадым. Мысалы, қалай journaling, яғни қалай блокнот, қойын дәптер жүргізу деген секілді. Қалай кітап оқу деген секілді. Сондай видеолар көретін болыппын. Және олар мен үшін өте қызық. Тіпті фонда әуен болмаса да, әртүрлі переход болмаса да, әртүрлі эффект болмаса да, жай ғана 1 сағатқа түсірген өзінің қалай журналын жүргізетін адамның жай ғана сөйлеп отырған видеосы мен үшін сондай қызық. Және де ол маған ұнайды. Мен оны көре бергім келеді. Сөйтіп мен бірнеше жаңағы каналдарға тіркеліп қойдым. Әлі көріп жүрмін. Бұның өзі бір өзгеше басталған хобби болмаса, ерекше бір іс деп ойлаймын. Және де айтпақтай бүгін мен тағы да кітап алдым. Мен Достоевскийдің Белые ночи деген, яғни ақ түндер болмаса White Nights, дәл солай аударылған екен білмеймін. Сол кітабын оқыдым орыс тілінде, өте қатты ұнады. Енді мен бүгін «Преступление и наказание» деген әйгілі кітабын сатып алдым. Бұйырса, рубежкадан кейін оқып бастаймын деп отырмын. Жалпы айтқанда, білімге деген құштарлық, кітапқа деген құмар барлығы күн санап, апта санап артып келеді. Шүкір деймін оған, себебі соның арқасында мен өзімнің уақытымды босқа кетірмей жатқандай, кетіріп жатқан сезімнен аулақпын десем де болады. Менің қазіргі халім осындай. Айтпақтай ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, Рамазан айы құтты болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Рамазанға жете берейік дегім келеді. Сонымен солай. Және де сабақтарым әдеттегідей бәрі жақсы деп біреумен видео звонок сөйлесіп отырғандай болдым ғой. Жалпы бұл видеоны түсірудегі мақсатым не? Өзімнің дәл қазіргі студенттік шағымды сіздерге көрсеткім, болмаса айтқым келді. Мен осы видео арқылы мен осы уақытқа дейін сіздерге ұбт-ға дейінгі, 11 сыныпқа дейінгі, жалпы студент болғанға дейінгі шақтардағы белгілі бір маңызды кезеңдерде тапсырылатын емтихандар болмаса, маңызды бір кезеңдерде өзімнің тәжірибемді бөлісіп өттім. Ал енді қазір меніңше осы студенттік шағымның алғашқы әсерімді бөлісетін уақыт келген секілді. Себебі көп жағдайда алғашқы әсер күшті болғанымен ары қарай студенттік өмір болмаса, ары қарай келген нәрсе ол сізге ұнамай кетуі мүмкін, болмаса өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл кішігірім бейнетаспа бізге естелік болып қалар. Болашақта не өзгеріс болып болмағанын бақылап айқындауға да айғақ дәлел болмақ деп сөздерім деген білмеймін қайдан шығып жатқанын. Солай. Жалпы қазір менде бәрі жақсы. Былайша айтқанда, жақсы деуге тұрарлық. Өте жақсы емес, жай ғана жақсы десең. Жоқ, шүкір енді, шүкір дейтіндей. Сабақтарымды жақсы оқып жүрмін. Барынша уақытында үлгеріп, жаңағы сабақта белсенді қатысуға тырысып, сөйтіп, енді кәдімгі студенттің істейтін бір тірлігін істеп жүрген адаммын. Бірақ дегенмен, мен осы уақытқа дейін дегенде, студент болмасқа дейін студенттік өмір, жалпы студент дегенді мүлдем басқаша елестеткенмін. Бірінші, студенттер сабақ оқымайды. Жоқ, менің айналамдағы студенттер, менің айналамдағы адамдар, менің көзіме көрінген сол кезде, мен оқушы болған кездегі, оларда дәл осылай болды. Оқымайды дегенде оқиды, бірақ білім алу үшін емес, жай жаман баға алып қалмас үшін оқиды. Айтқым келгені N алып қалмас үшін оқиды.
сабаққа жай қатысады дегенім ғой. Екінші, студенттік өмір ол жұмыс жасау деп ойладым. Яғни кез келген жалақысы өзіңіздің тамақ сатып алып жеуіңізге жететіндей жалақы табатындай кез келген жұмыс істеу. Үшінші, ол ойын сауық кезеңі деп ойладым. Достармен ылғи кездесу, жаңағы қыдыру деген секілді. Өйткені менің айналамдағы адамдар сондай болды, басқалар білмеймін. Және де міне осы үш нәрсемен мен өзімнің студенттік 4 жылымды өткіземін деп кәдімгідей іштей ойладым. Дайындалған жоқпын, жай ойладым. Бірақ әрине ойымнан асып түсті. Жоқ, айтайын дегенім мүлдем басқа екен. 180 градусқа басқандай екен. Мен оқып жатқан университетте, жаңағы дәл менің факультетімде, дәл менің корпусымда менің ойымша бәсекелестік ең жоғарғы секілді. Себебі ол жақта оқитын студенттердің білім деңгейі өте керемет, тамаша. Мектепті бітіріп келгеннен кейін айтпай ақ қояйын. Әр коридордан, баспалдақтан түсіп өткен сайын ағылшынша бір сөз естіп өтем. Болмаса қытайша, болмаса өзбекше. Не болмаса белгілі бір өте тамаша тақырыпта сөйлесіп бара жатқан әңгімелерді естимін. Кейбір жағдайда енді ол мәңгі емес қой, сондай жиі естеймін дегенім ғой. Соны құлағым шалып қалып, кәдімгідей ойланып кетемін, мен осындай жерде оқып жүр екенмін ғой деп. Жалпы ЕНУ деген университетті кім жамандайды, айтыңдаршы. Ол оқитын бала үшін, оқитын адам үшін барлық жер оқитын жер. Яғни жамандайтын жер емес, жақсы айтатын жер емес, жай ғана оқитын жер. Ол жерден оқып алғаннан кейін ғана сен өзің жақсы боласың, немесе өзің жаман боласың. Сонымен қатар мен студенттік шағымда мүлдем ешқандай неге қатысып жатқан жоқпын. Активист болып, ойбай десек. Жоқ, расымен білмеймін. Менің өзімнің жан дүнием оны қаламады. Менің жан дүнием тек қана сабақ оқып, өзімнің хоббимен айналысып жүруді қалады. Яғни кітап оқу, тоқыма тоқу, ән салу, би билеу, осылай видео түсіру деген секілді. Себебі бұның өзі мен үшін бір үлкен рахат, тыныштық. Мен өзімнің тыныштығымды шумен алмастырғым келмейді. Деп өзінше болып отырайын ба? Тәкаппар деп ойлап қалмаңыздар. Жай әр адамның кайфы, рахаты өзінің бір қабілетінің келетін жақта болады ғой негізі. Қабілеттің қай жаққа келеді, сол жақты жақсы көріп, өзің сол жаққа барғың келіп тұрады. Сол секілді менде де солай. Өзімнің миым қалайтын, жүрегім қалайтын істерді жасағанды жақсы көремін. Айтпақтай, журнал жүргізуді бастадым. Жаңа айттым ғой, ұмытып қалдым, уже айттым, айтпадым ба. Мен үшін бұл үлкен бір өзгеріс. Мен мүлдем осылай журнал жүргіземін деп ойламадым. Бұл менің жүргізіп жатқан журналым емес, мен бұны бәріңіз білетін шығарсыздар, талай рет көрсеттім ғой. Мен ютубта маған неше түрлі күшті видеолар шығып жүр. Бір блогер жаңа айттым, соның бәрін айтып бардым ба, ұмытып қалдым. Қандай әдемі шрифтпен қараңыздар, қандай әдемі. Жоқ, енді әдемі емес, өзімнің көзімді көріп тұр, енді сіздердікін білмеймін. Қытайшасы да бар, қазақша, ағылшыншасы да бар. Өстіп тыныш жерде, тыныш, кең, тыныш, таза жерде, әдемі жерде отырып алып, қолыңа қалам алып, өзіңнің қойын дәптеріңді алып, ішіне дәл қазір ойлап отырған ойыңды жазсаң, асықпай, аптықпай, әдемілеп жазсаң, міне соның өзі бір рахат екен. Бұл рахатты соны істеген адамдар ғана сезе алады. Істеп көріңіздер. Өзімнің бір поэзиямды оқып берейінші. Осы поэзия деппін ғой, өлеңімді ылғи ауылымды сағынған кезде оқып шығам. Өйткені ауылымды қатты сағынған кезде шыққан өлеңім ғой. Мен өлеңді сирек жазам, бірақ барынша мағыналы жазуға тырысамын. Өйткені бұрынғы өзімнің өлеңдерім мағынасыздау. Себебі кез келген уақытта шабытымды зорлап шақырып
шығара беретін ғой. Досым, Қазақстаным, отаным деп. Ал мынау енді нағыз жүректен шыққан өлең. Сағынғанымды түсіндім. Сағыр ауылынан арналады, туған жеріме. Күн шығыпты бозарып шығыс жақтан, естіледі кең тыныс үнсіз жатқан. Салқын самал есіп келіп жанарыма санамды сипап, жылытып жанды оятқан. Бүгін бейне деп жиналдық біз көшуге, киім-кешек бар дүниені тиедік. Бастапқыда сезілмеп еді ештеңе, қалған соң ба сағынбауға үйреніп. Жолдан өттік ауылымыздың маңынан, көрші қолан жұрттың бәрі тым-тырыс. Таң атпастан шығып кеттік ауылдан, тірлікті тастап кеткенге мәз боп жүрміз. Бәлкім жүректе лаулаған үміт сездірмей, бар бақыттың мекенін ойдан шығарды. Сол шақтағы бейкүнә балалық кезімдей, әр сәтім әлі естен кетпей тұрады. Жыл өтіпті, біз ауылдан кеткелі. Жусан иісі, тау елесі есімде. Осыған дейін ештеңе еске жетпеді, жасыл желекті, кең даланы көрсемде. Есіме алып арлы-берлі ақтардым, суреттерді, бейнелерді түсірген. Сезбей қалыппын көзімнен жастың аққанын, сағынғанымды сол кезде ғана түсінгем. Мә, достар, ауылым сағынып кеттім. Ауылымның табиғаты енді айтып жеткізу мүмкін емес. Бастаудан ағып тұрған сарқыраған су, мөлдір таза су, тұнық су. Ол жақтан тірі жанның бәрі су ішеді. Адамнан бастап хайуанға дейін. Және биік таулар бөктерлерінде ештеңе өспесе де, бүлдірген өсіп жатқандай қуанып, жүгіріп, ойнап, күліп жүретінбіз. Жазғы түрі кезінде қар еріп, бүршік атып, жусан иісі аңқыған шөптер өсе бастаған кезінде, жаңағы мал қораның артына шығып, бір терең тыныстап алғанның өзі, соның өзі ештеңеге татымайды ғой. Ой, мың нәрсеге татиды ғой деген. Ана иістің өзін айта алмаймын. Балалық шағымда түсінбеуші едім. Көп үлкен кісілер айтушы еді ғой. Ауылымды сағындым, топырағымды сағындым, туған жерімнің деп, кіндік қан тамған жерді сағындым, жасыл желекті сағындым, қаладан кетіп ауылға кеткім келеді деген секілді. Сол сөздер міне енді миға жетіп жатыр 17 жаста. Адам ерте есейеді екен, сағынған кезде ғана. Өйткені сағыну бұл есеюдің белгісі секілді. Себебі жүрегің мен санаң тоғысып, ұштасып, белгісіз бір ғайып сезім тудырады. Ол сезім лаулап, іштей жанып, көзіңнен жас ақтарады, тілің күрмеліп, денең қалтырап, санаң уланып, жаңағы өзіңнің қалай көзіңнен жастың бұрқ еткенін сезбей, іштей естеліктерді есіңе түсіріп, жыламсырап жатасың. Ауылға бармағалы 2 жыл болды. Енді кәмелеттік жасқа толғаннан кейін, білмеймін, бірдеңке қылып ауылыма барып қайтқым келеді. Ауылымдағы досыммен кездесіп, бірге тауға шығып, мәссаған елестетіп кеттім ғой. Салқын таң самалымен, не болмаса кешкі салқынмен тауға шығып, жайылып жүрген табындағы малдарды көріп, иә. Арманым орындалса екен осылай. Сол видео не болып кетті, студент шағым деп ауылымды айтып кеттім ғой. Жарайды, видео қызықты болған шығар деп ойлаймын. Өстіп кейде ішіндегіні ақтармағым келеді. Бірақ түсінетін бұл осы камера ғана сияқты. Түсінетін, иә, солай. Ертеңгі рубежкама сәттілік деп қойыңыздар. Және тағы да ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Әңгіме айтқыларыңыз келсе,
қандай тақырыпта әңгімелескілеріңіз келеді, жазып кетіңіздер. Бұл видео меніңше көп қаралым жинамайды секілді, себебі бұндай видеолар расымен де көп қаралым жинамайды ғой. Немесе жинайды ма екен, көрейік. Солай өзім көңілім босап кетті, әйтпесе кәдімгідей бірдеңе айтқым келіп еді. Қош, сау болыңыздар.